Адамгершілігіңіз оянып немереңізге қан тапсырайын деп келдіңіз бе? Асхат. Бұл жағдайдың анық-қанығы белгілі болды. Бізге ештеңе айтыңыз келмей ме? Есіңізде болсын, алдап әуре болмай-ақ қойыңыз. Шын мәнісінде не болғанын біз жақсы білеміз. Гүлназ өз-өзіне қол жұмсардың алдында себебін хатқа жазып кетті. Ал бұған не дейсіз? Мен бәрін мойындаймын. Өтініш, баланы аман алып қойықшы. Ол менің ұлым болуы мүмкін. Не? Асхат бұны сонда қалай түсінсе болады? Сізге Айжан түсіндіреді. Рахат сөйлетіпті ғой ақыры. Айда Темірқызы, рұқсат етіңіз. Бұл жұмысты ары қарай өзім жалғастырайын. Жүріңіз.